Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз туризм, жорыққа шығу, от жағу, шатырды құру. Сабағымыздың мақсаты туристік қызметтің белсенділігін арттыру, туристік тұрмыс дағдыларын, икемділіктерін дамыту, табиғатпен байланыс, топпен серуен саяхаттарға шығу жағдайларын үйрету. Сауатты өмір салтын сақтай отырып, жауапкершілікке, далалық жағдайда өз бетімен шешім қабылдауға, төзімділікке тәрбиелейді. Жаяу жорықты ұйымдастыруға дайындық. Кез келген жорықты ұйымдастыру үшін алдын ала жоспар құрып, сол жоспар бойынша мақсатқа ұмтылу ойдағы нәтижені береді. Жорық жоспары саяхаттың мақсаты мен міндеті, топтағы міндеттерді бөлу, маршруттық карта схемасын құжаттарын дайындау, топты маршрутқа шығуға дайындау, құжаттарды жинақтап рәсімдеу, саяхатты жинақтау, қорытындылау, топтың қорытынды кешін ұйымдастыру. Туристік құрал-жабдықтарға туристік саяхаттарда қажет болатын киім, аяқ киім, қозғалыс сақтандыру, тасымалдау құралдары жатады. Құрал-жабдықтар жеке және топтық құрал-жабдықтар болып бөлінеді. Құрал-жабдықтарға қойылатын талаптар минималды салмақ пенен көлемі, сенімділік пайдалану және жөндеуі оңай, гигиена, қауіпсіздік, эстетикалық тозуына бір-біріне үйлесімді болуы қажет. Жорыққа қажетті топтық құрал-жабдықтар: палатка 3-4 адамдық, қабы бар жеңіл балталар, тамақ пісіруге қазандар, фотоаппарат, тамақтарға қажет қапшалар, жаңбырлы күні алау жағу үшін қажет майшамдар, компас, аймақ картасы, арқан, карабиндер, репшнурлар, аптечка және жуу ұнтағы қажет болады. Жорық жетекшісі ол ережеге сәйкес жорыққа топты дайындау және оны өткізуге жауапты. Жорық жетекшісі сонымен қатар физикалық, моральды дайындығы берік, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, кез келген уақытта мәселені шеше білетін және шешім қабылдай білетін жетекші болуы қажет. Туристік алау дегеніміз жорық кезіндегі туристердің уақытша мекенде тұрақтауында, далалық жағдайда тамақ дайындау, салқын ауа райын жылыну, жауынды күндерде киім кептіру мақсатында қолданылатын алау түрлері. Алау дайындауға қажетті құрал-жабдықтар. Алау орнын дайындау үшін жер қазуға арналған туристік жиналмалы күрек, алау айналасын қоршауға арналған қиыршық тастар, металдан дайындалған 3 аяқты жиналмалы бағаналар, арнайы туристік аңшылық шырпы, тамыздық, тамақ дайындайтын ыдыстар. Өрт қауіпі туындаған жағдайда сөндіретін құм немесе су қажет болады. Алау түрлеріне тоқтала кетсек, құдық алауы туризмде кеңінен қолданылатын алау түрі. Бұл алау түрі алау жақсы жанып, үлкен ыстық беру үшін пайдаланылады. Шалаш алауын дайындау үшін ағаштар шалаш түрінде көтерілініп салынады. Бұл алау ұзақ жанады, жылыту үшін көп жылу бөлінеді. Жұлдызша алау туристер үшін әмбебап деп мойындалады. Оған ботқа пісіруге және төңірегіне кешкі әңгімемен отыруға болады. Нодя дабыл алауы алау жорық кезінде туристер адасқан жағдайда көмекке шақыру мақсатында дабыл беру үшін қолданылатын алау түрі. Шатырды құру тәсілі. Ең алдымен аспанғы бөлігін жаямыз тегіс жерге. Содан кейін іргесін жіптермен байлап темірін саламыз, үстіңгі бөлігін көтереміз. Келесі жағдайда темірді жерге қағып, жіптерін тартып байлаймыз. Және соңғы іс-әрекет шатырдың үстіңгі жағын жабамыз. Шатырды құруға болмайтын жер. Жабайы бал ара ұясы бар жерлерге, өзен жағалауының жанына және ойық тегіс емес жерден қиыршықтары көп жерге салуға болмайды. Ең маңыздысы, орман ортасында жабайы аңдардың жүретін жерге шатырды құруға болмайды. Қорытынды.